Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен балды торт жасайтын боламыз. Бұл рецепттің жасалу жолы оңай және корждары жұмсақ, нәзік болып шығады. Негізінде бұл тортты жасалуға небәрі 30 минут қажет болады. Сонымен бізге қажет заттар бұл ұн, бал, ас содасы, тұз, жұмыртқа, сары май және қант керек. Алдымен ыдысымызға балымызды құйып аламыз және баяу отта қайнағанша қойып қоямыз. Міне біздің балымыз кішкене осылай қайнай бастағаннан соң оның үстіне ас содасын салып, жақсылап тоқтамай қозғап отырамыз. Осы балымыздың түсі қызғыштау қоңыр түске ауысқан соң үстіне сармаймыз салып, отты өшіретін боламыз. Балымыз ыстық кезінде осылай сармайды тоқтаусыз араластырып, ертіп аламыз. Ал енді ыдысымызға жұмыртқамызды салып аламыз барлығын. Сосын оның үстіне қантымызды, тұзымызды қосып миксерлеп аламыз. Миксерлеген кезде кішкене ағарып шығу керек және көлемі 2 есе ұлғаюы керек. Сондай қалыпқа келгенше миксерлей береміз. Көріп тұрғандарыңыздай жұмыртқамыз міне көлемі 2 есе ұлғайып дайын болды. Енді осының үстіне балымызды құятын боламыз және біріктіріп араластырамыз. Көп араластырудың қажеті жоқ. Бір қалыпты массаға енген соң үстінен ұнымызды електен өткізіп араластырып қамыр жасаймыз. Қажетті ұнның көлемін төменде описанияда жазып қойғанмын. Ұнды көп қосудың қажеті жоқ. Мөлшерімен қосатын болсаңыздар және қамырыңыз дәл видеодағыдай болса, сонда корждарыңыз кейін жұмсақ болып пісетін болады. Тортты жинаған кезде де өте жұмсақ болып тұрады. Қамырымыздың сұйықтығы осындай болу керек, қаймақ сияқты. Сонымен қамырымыз дайын, міне консистенциясы дәл осындай болып шығу керек. Сонда қамырмен жұмыс жасау оңай болады. Корждарды пісірген кезде дәл осындай форманың табасын астын аламын және үстіне фольганы орадым. Сіздер фольга орамасаңыздар да болады, жай ғана маймен майлап қойсаңыздар да бола береді. Үстіп 2-3 қасықтан салып, жайып шығып, пісіріп аламын. Корждар өте жылдам піседі. 2-3 минутта пісіп шығады. Міне пісіп шықтық. Коржымыз қып-қызыл болып, әдемі болып шықты. Менен барлық заттардан 6 корж шықты. Қалыңдығы міне көріп тұрсыздар видеодағыдай. Және бұл қамырды жаюдың қажеті жоқ, ешқандай оқтаусыз жай ғана формаға салып жайып шығасыздар. Ал енді кремін дайындайтын боламыз. Ыдысымызға 2 жұмыртқамызды саламыз. Сосын оның үстіне қантымызды қосамыз және кішкене араластырып аламыз. Араластырып болған соң үстіне крахмалымызды және ұнымызды қосып, тағы да араластырамыз. Бір қалыпты массаға енгенше. Сосын осы массамызға үстіне ыстық сүтімізді жартысын құямыз. Сосын тағы да араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай заварной қайнатпалы крем дайындайтын боламыз. Біркелкі араласқан соң жаңағы массамызды сүтіміздің үстіне құйып, осы сүтімізді оттың үстіне, баяу оттың үстінде қайнатып аламыз, пісіріп аламыз. Оттың үстінде тұрғанда тоқтаусыз осылай қайнағанша араластырып тұрамыз. Себебі ішінде қант болғандықтан, ұн болғандықтан жылдам жабысып қалуы мүмкін. Міне кішкене бетінде осылай қайнап шыққан соң отты өшіріп аламыз. Және тезірек суы үшін бөлек басқа ыдысымызға құйып аламыз. Креміміз суымай жатып, сармаймызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Сармаймызды жақсылап араластырып болған соң кремімізді суытуға қойып қоямыз. Бетіне пищевой пленканы вконтакты жабатын боламыз. Сонымен салқын жерге қойып қоямыз. Крем суығанша корждарымызды дайындап аламыз. Коржымыздың қажетті диаметрін кольцомен осылай өлшеп кесіп аламыз және шет-шетін алып, оларды ұсақтап бетін әсемдеуге қолданамыз.
Қалғанын дәл видеодағыдай осылай кождардың арасына кремді жағып, жинап шығамыз тортымызды. Әр кождың арасына крем менде 2-3 қасықтан кетті. Міне тортты жинап болдық, енді қалған бөліктермен ұсақтап бетін әсемдеп шығамыз. Тортымыз дайын болды. Торт өте жылдам әрі оңай жасалынады, ал кождары жұмсақ болып шығады. Балалар өте жақсы көретін торттардың бірі бұл. Барлықтарыңыз осылай жасап көріп, отбасыларыңызды қуанта беріңіздер. Және видео ұнаған болса, соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.